Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін мамырдың 17-сі. Тақырыптың аттары шеруге шығамыз, ұландар мерекесі. Мы сегодня объединим две темы на странице 105-107. Шеруге шығамыз, ұландар мерекесі. Казахстан бірлік пен татулық мекені. Казахстан является родиной единства и народов, единства и дружбы. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Бірлік, единство, шеру, парад, алаң, площадь, өмір сүру, жить, мерекелейді, празднует, ұландар, воины, защитники, отан, родина, қорғайды, защищает, охраняет, шекара, граница. Жаңа сөздерді қайталап шығамыз. 115-107 бетте жаңа сөздер бар. Бірлік, единство, шеру, парад, алаң, площадь, өмір сүру, жить, мерекелейді, празднует, ұландар, воины, защитники, отан, родина, қорғайды, защищает, охраняет, шекара, граница. 105-ші бетте және 107-ші бетте сөйлемдер берілген жіктік жалғаулармен. Оқы, қайтала, жалғауларға назар аудар. Обратите внимание на личное окончание. Мен мерекелеймін, я буду праздновать. Сен мерекелейсің, ты будешь праздновать. Сіз мерекелейсіз, вы будете праздновать. Ол мерекелейді, он или она будет праздновать. Мен қорғаймын, я буду защищать. Сен қорғайсың, ты будешь защищать. Сіз қорғайсыз, вы будете защищать. Ол қорғайды, он будет защищать. 105-ші бетте екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. 1 мамыр бірлік пен достық күні. 1 мая день единства и дружбы. Бұл күнді барлық адамдар мерекелейді. Этот праздник все празднуют, все люди празднуют. Бірлік болса, адамдар жақсы өмір сүреді. Где есть единство, там люди живут хорошо. Мерекеде аланда шеру өткізеді. На празднике на площади проводит парад. Адамдар ән салады, би билейді. Люди танцуют, поют песни, танцуют. Адамдар бір-біріне 1 мамыр құтты болсын, бірлік күні құтты болсын дейді. Люди друг другу говорят с праздником 1 мая, поздравляем с днем единства. Сұрақтар, вопросы. 1 мамыр қандай күн? 1 мамыр бірлік пен достық күні. Не болса, адамдар жақсы өмір сүреді. Бірлік болса, адамдар өмір сүреді. Если есть единство, то люди живут хорошо. Өмір сүреді, живут. Мерекеде аланда не өтеді? На празднике, на площади что проводит? Парад, да? Парад это шеру. Мерекеде аланда шеру өтеді. Адамдар бір-біріне қандай тілек айтады? Люди друг другу какие пожелания желает? Адамдар бір-біріне 1 мамыр құтты болсын, бірлік күні құтты болсын дейді. 106-шы бетте 3-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Керек қажет сөздер, нужные слова. Шеруге, на параде, мерекелейміз, празднуем, бірлік, единство, алаң, площадь өтеді, проводит. 1 мамыр бірлік пен достық күні. 1 мая день единства и дружбы. Біз бірлік күнін мерекелейміз. Мы празднуем день единства. Мен шеруге барамын. Я иду на парад. Шеру аланда өтеді. Парад идет на площади. Алаң, площадь. Шеруге орталықта. Алаң орталықта. Площадь в центре.
Келесі 107-ші бет, екінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. 7 мамыр ұландар күні. 7 мая день защитников. Ұландар отанды қорғайды. Защитники или воины защищают родину. Ұландар батыр. Защитники герои. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Защитники защищают казахстанскую границу. Біз оларды мақтан тұтамыз. Мы ими гордимся. Бұл күні біз атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды құттықтаймыз. Мы в этот день поздравляем дедушку, отца, брата и родственников. Олар қашанда отан қорғауға әзір. Они всегда готовы защитить родину. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. С праздником, с днем защиты Отечества. Сұрақтар. Ұландар мерекесі қай күні? Какой день? Праздник защитников. Ұландар мерекесі 7 мамыр күні. Ұландар не істейді? Ұландар отан қорғайды. Ұландар мерекесінде кімді құттықтаймыз? Ұландар мерекесінде атамызды, әкемізді, ағамызды құттықтаймыз. 108-ші бет, 4-ші тапсырма. Сұрақтардың орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Шекарасын, граница, отанды, родина, атамызды, дедушку, әкемізді, отца қорғауға защищать. Ұландар нені қорғауға әзір? Ұландар готовы защитить что? Родину, да? Ұландар отанды қорғауға әзір, готовы. Ұландар Қазақстанның несін қорғайды? Что защищает защитники Казахстана? Защищает границу, да? Шекарасын. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Бұл күні біз кімдерді құттықтаймыз? В этот день мы кого поздравляем? Бұл күні біз атамызды, әкемізді құттықтаймыз. Олар қашанда отанды не істеу керек? Они всегда должны что делать родину? Защищать, да, қорғауға. Олар қашанда отанды қорғауға дайын. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды.